Менің қымбатты алтын бикештерім, бұл сіздердің 26 жылдың маусым айына арналған жұлдыз журналдарыңыз. Маусымда бізді не күтіп тұр? Мамырдың соңғы күні 31 мамырда толық ай болды. Ол маусымның бірінші аптасында ғана емес, тіпті алғашқы 10 күнінде де әсер етеді. Бұл толық ай сіздердің жұлдыз журналдарыңыздың 4-ші үйінде болады. 4-ші үй отбасы, тұратын жер, жылжымайтын мүлік, қайда тұратыныңыз, кіммен бірге тұратыныңыз, тұруға қатысты құжаттар, яғни өмір сүріп жатқан жеріңізге қатысты барлық нәрсе. Сонымен қатар ата-аналар да осы үйге жатады. Сондықтан бұл толық ай көшу туралы шешім қабылдауға, тұрғын үйге байланысты құжаттарға, жылжымайтын мүлікке қатысты келісімге әкелуі мүмкін. Мүмкін үйге арналған затты сатып алулар жасайсыз, немесе жөндеу жұмыстары аяқталады. Сондықтан да толық ай көбінесе бір нәрсенің аяқталуын білдіреді. Мүмкін жалдап тұрған пәтерден шығу керек деген жаңалық аласыз. Ал мүмкін керісінше ұзақ уақыт іздеген үйді табасыз. Тұрғын үй сатып алу үшін несие рәсімдеуіңіз де мүмкін. Немесе отбасы мүшелерінің біріне қатысты жаңалықтар болады. Мүмкін біреумен бірге тұруды шешесіз, немесе керісінше бөлек кетесіз. 4-ші үй анамен де байланысты, сондықтан анаңызға қатысты жаңалықтар болуы мүмкін. Мысалы, анаңыз сізге қонаққа келеді, немесе сіз ата-анаңызға қонаққа барасыз. Сонымен қатар бұл азаматтық тұрақты тұру рұқсатын алу, немесе азаматтыққа байланысты сұхбат болуы мүмкін. Осындай қызықты толық ай 2-ші маусымда Меркурий сіздердің 11-ші үйлеріңізге кіреді. Меркурий қарым-қатынас, байланыс, таныстық планетасы. Ал 11-ші үй достар, топтар, қоғам, орта. Сіздерді қонаққа, тойға, туған күнге шақыруы мүмкін. Мүмкін концертке барасыз, курстарға, немесе оқуға қатысасыз. Бұл сонымен қатар қызығушылық бойынша топтар, пікірлес адамдар. Мүмкін достарыңыз сізді біреумен таныстырады, немесе өзіңіз би, сурет салу, немесе театрға, басқа да қызығушылықтар бойынша топқа қосыласыз. Бұл кезең 10 тамызға дейін жалғасады. Меркурий 11-ші үйде ұзақ болады, шамамен 2 айдай. Себебі 29 маусымда Меркурий кері қозғалысқа өтеді, ал маусымның ортасынан бастап баяулай бастайды. Меркурий ретроградты болған кезде өткенге қайта оралады. Сондықтан өткендегі достар, таныстар қайтадан өміріңізге оралуы мүмкін. 8 мен 10 маусым аралығында дәл осы 11-ші үйде ең жақсы екі планета Венера мен Юпитер қосылады. Венера кіші бақыт, махаббат және ақша планетасы, ал Юпитер үлкен бақыт, молшылық, балалар және неке планетасы. Сондықтан бұл күндері табыс, сыйлықтар, жағымды дастархан, махаббат немесе достарыңыз арқылы жаңа таныстық болуы мүмкін. Юпитер молшылық әкеледі, сондықтан үйлену туралы ұсыныс, жүктілік туралы жаңалық немесе жаңа мүмкіндіктер пайда болуы да ықтимал. 11-ші үй қамқоршылар мен қолдау көрсететін адамдар үйі, сондықтан сізге көмектесетін ықпалды адам пайда болуы мүмкін. Мұның барлығы 8 мен 10 маусым аралығында болуы мүмкін. 14-ші маусымда Венера сіздердің 12-ші үйлеріңізге өтеді. 12-ші үй оқшауланған жерлер, санаторийлер, клиникалар, спа салондар, массаждар. Венера мұның бәрін жағымды етеді. Шетелге сапар болуы мүмкін. Себебі 12-ші үй алыс елдер үйі. Бұл жағымды саяхат болуы да ықтимал. Сондай-ақ аурухана немесе рухани демалыста, ретритте, сапарда біреумен танысуы мүмкін. 12-ші үй жасырын нәрселер үйі, сондықтан құпия қарым-қатынас немесе жасырын кездесулер болуы мүмкін. Мүмкін сіз бұл адам туралы ешкімге айтқыңыз келмейді. 12-ші үйдегі Венера шетелден ақша, сыйлық немесе сәлемдеме әкелуі де мүмкін. Немесе сіз біреуге жібересіз. Бірақ көбінесе Венера сізге бір нәрсені сыйлайды. Сонымен қатар 12-ші регрессиялар, медитациялар, өзін-өзі тануға арналған тәжірибелер үйі.
Мұндай істермен айналысу өте пайдалы болады. Тағы да бір қызығы, 12-ші үй ұйқымен де байланысты. Мүмкін сіз жақсы ұйықтай бастайсыз. Венера бұл үйде шамамен 10-ші шілдеге дейін болады. 15-ші маусымда жаңа ай болады. Ол сіздің 10-ші үйлеріңізге орналасады. 10-ші үй жұмыс, мансап, бизнес, қоғамдағы рөліңіз, мәртебеңіз. Сондықтан 15-ші маусымдағы жаңа ай сіздерге жаңа мәртебе әкелуі мүмкін. Мүмкін қалыңдық немесе күйеу жігіт атанасыз. Мүмкін ата-ана боласыз, зейнетке шығуыңыз немесе студент атануыңыз да мүмкін. Немесе жаңа жұмыс, жаңа қызмет, жаңа бизнес басталады. Егер бизнес тіркеп немесе жаңа іс бастағыңыз келетін болса, оны 15-16 маусымға дейін жасаған дұрыс. Кейін Меркурий баяулай бастайды да, оқиғалар мен даму қарқыны да баяулайды. Сондықтан 15-16 маусым жаңа нәрсе бастау үшін ең соңғы жақсы күндер. Жұмыста да жаңалықтар болуы мүмкін. Мысалы, басқа кабинетке немесе басқа офиске ауыстыруы мүмкін. Жаңа клиенттер келеді, жаңа жоба басталады, немесе жаңа басшылық пайда болуы да ықтимал. 21 маусым күн тоқырау күні. Бұл өте мистикалық әрі күшті күн. Әртүрлі рухани тәжірибелер мен тілектер тілеу үшін жақсы уақыт. Себебі бұл күні жарық күштері қараңғылықты жеңеді деп есептеледі. 22 маусымда күн 11-ші үйге өтеді. Бұл сіздерге энергия, жарқырау, белсенділік береді. Маңызды таныстықтар немесе армандарыңызға жақындау мүмкіндігі туындайды. 29 маусым өте маңызды күн, өйткені бұл күні көптеген оқиғалар болады. Біріншіден, Марс сіздердің 10-ші үйлеріңізге кіреді. Бұл жаңа ай болған үй. Марс үлкен белсенділік береді. Сіз көп жұмыс істеуіңіз мүмкін. Кейде жұмыста шиеленіс немесе дау болуы да ықтимал. Мүмкін жұмыста ауыстырасыз, немесе өте белсенді әрекет етесіз. Өз пікіріңізді басшылыққа ашық айтқыңыз келуі мүмкін. Бұл әкеге немесе жоғары тұрған адамдарға да қатысты болуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл сахнаға шығу, жоба қорғау, лекция оқу немесе көпшілік алдында сөйлеу болуы мүмкін. Дәл осы күні 29 маусымда Меркурий 23 шілдеге дейін кері қозғалысқа өтеді. Біз білеміз, ретроградты Меркурий кезінде жоспарлы операция жасамаған дұрыс. Операциялар үшін ең соңғы жақсы күндер 15 және 16 маусым. Сондай-ақ пәтерге, көлікке немесе үйге қатысты келісім шарттарға қол қоймаған жөн. Кейін өкініп немесе пікіріңіз өзгеруі мүмкін. Қымбат сатып алулардан бас тартқан дұрыс. Бұл баяулау кезеңі. Ең дұрысы осы уақытты бір нәрсені түзетуге, жақсартуға пайдалану. Ал сіздерде бұл 11-ші үй болғандықтан өткендегі достармен кездесулер, ескі таныстардың қайта оралуы немесе интернетке қатысты жобаларды жаңарту болуы мүмкін. Мысалы, веб-сайтты өзгерту, интернетке қатысты нәрселерді жақсарту немесе провайдерді ауыстыру. 29 маусымда тағы да бір маңызды нәрсе толығай сіздердің 5-ші үйлеріңізде болады. 5-ші үй махаббат, романтика, шығармашылық және балалар үйі. Бұл өте жақсы толығай. Өзіңізге деген махаббат, романтикалық кездесу, кешкі асқа шақыру немесе жұбайыңызбен 2-ші бал айы болуы да мүмкін. Сонымен қатар шығармашылықпен айналысу, театрға бару, демалысқа шығу, көрмеге немесе спорттық жарысқа қатысу ықтимал. 5-ші үй балаларға да қатысты, сондықтан балаларға байланысты жаңалықтар болуы мүмкін. Мысалы, мектеп ауыстыру, үйірмеге беру, немесе ересек балаларыңыз сізді жақсы жаңалықпен қуантады. Маусым айының соңында, 30-ші маусымда, Юпитер сіздердің 12-ші үйлеріңізге өтеді. Және онда толық бір жыл бойы 27-ші жылдың 27-ші шілдесіне дейін болады. 12-ші үй шетел. Сондықтан осы бір жыл ішінде шетелге сапарлар болуы мүмкін. Мүмкін шетелге жұмыс табасыз. Немесе бір уақытқа аралға барып тұрасыз. Круизге шығуыңыз да мүмкін. Себебі кемелер мен аралдар да
12 үйге жатады. Мүмкін ретриттерге, санаторийлерге барасыз. 12 үй мистикалық, эзотерикалық, рухани білімдер үйі. Бұл кезең өзіңізді тереңірек тануға және рухани тұрғыдан өсуге көмектеседі. Сонымен қатар кейбіреулер үшін бұл эмиграцияны білдіруі мүмкін. Шетелде өмір сүру, шетелдік адаммен танысу немесе сол адамға көшу ықтималдылығы бар. Тіпті мұра алу мүмкіндігі де бар. Міне осындай маусым сіздерді күтіп тұр. Менің қымбатты бикештерім, сіздерге керемет ай тілеймін. Сау болыңыздар.